3 жыл 2 ай пандемияға байланысты осынша уақыт жабық тұрған Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы бүгін өз жұмысын бастады. Енді Қазақ-Қытай арасындағы алыс-беріс көрсеткіші одан сайын артады дегенге сенім мол. Қорғастың ашылғанына әсіресе нәпақасын осы жерден тауып жүрген жергілікті жұрт дән риза. Жақын маңдағы тұрғындар ғана емес, еліміздің түкпір-түкпірінен келіп сауда жасайтын ең үлкен экономикалық аймақ бүгін ашылды. Қорғас орталығы жабық тұрған уақытта біраз жұмыс атқарылды дейді мұндағылар. Жөндеу жұмыстары жүргізіліп, келушілердің қауіпсіздігі бірінші кезекке қойылған көрінеді. Бұған дейін тәулігіне орта есеппен 3000 адамға дейін қабылдай алатын өткізу пункті биыл осы межеден кем болмайды деп отыр. Бейнекамераларды ұйымдастыру шеңберінде 800 миллионға теңгеге жуық ақша бөлінді республикалық бюджеттен. Оның бәрі игеріліп толығымен. Бейнекамералар бар, ішкі мінерге қабаттар бар, тепловизорлар орналастырылған, шекара қызметкерлерінің өздерінің пункттары бар, 12 пункт, соны ұйымдастырылды. Экономикалық аймаққа жеке тұлға баш салғынсыз айына бір-ақ рет кіре алады және 31 келі жүкті алып шығуына рұқсат. Егер нормадан асып кетсе, әр келі үшін 4 еуро, яғни 2000 теңге төңірегінде ақша төлеу қажет. Қалтаңыз көтерсе, күніне 31 келі тауар сатып ала аласыз. Бірақ ол кезде әр келіге 4 еуродан төлеу керек болады. Оған қоса, бір адамдық билет құны 2000 теңгеден 3000 теңгеге көтерілген. Айтпақша, биылғы жаңашылдықтардың бірі енді билет ақысын кезекке тұрмай онлайн төлеуге болады. Мен Жаркенттікімін, Алмалы ауылынан. Жақсы, бүгін бесплатный деді, сол бесплатный кірдік. Сол керек ұсақ-түйегімізді алып шығамыз қазір. Бәрі жақсы, арзан, скидкалар жүріп жатыр. Біздің Қазақстан бағасынан қарағанда көп төменірек баға. Күнделікті күн сайын 30 килограмм қып жасау халыққа ең ұтымды нәрсе. Орталыққа келушілер саны бүгін көп болмады. 2000-ға жуықтап қалады. Соған орай кейбір сауда нүктелері әлі де жабық. Мұндағылардың айтуынша, бір аптаның ішінде экономикалық аймақ бұрынғы қалыпта жұмыс істейтін болады. Айта кету керек, бұл орталық коммерциялық емес, туристерге арналған. Яғни, жеке өз басына қажетті тауарларды алатын адамдарға арналған. Пандемияға дейін мұнда құрылысы бітпеген 3 нысан бар екен. Қазір олардың барлығы жақын уақытта қолданысқа беріледі. Үшеуі де сауда орындары. Жауаптылар сөзінше, мұнда тағыда 14 жоба қолға алынбақшы, тіпті инвесторлармен де келісіп қойылған екен. Демек, бұнда келушілер демалып жүріп, базар аралайтын болады. Арнат Дүйсен, Нұрлан Досмағамбетов, Атамекен бизнес арнасы, Жетісу облысы.